өзі. Шабандоз ақша деп атбек салсын деп. Қайға шабандоз салсын дейсіз ғой. Қайсысы болса да дұрыс емес. Екеуі де бар ғой, оңбаған. Бір шабандозға шап бердің ба, бұл ауғол көкпар деген бір күні қолың жүреді, бір күні қолың жүрмейді. Қол жүрмей қалса болды, анаған секіріп кетеді. Мына жаққа барса, сол жақтың палуанына берейік, бұған салдырмайды ғой деп сояққа секіріп кетеді. Сөйтеді, секіріп, мен содан кейін ғой мен ешкімнің атын келіспеймін да, мінбеймін да. Келген ат менен де түсіп кетем. Уақыт үшін мен переживать етпеймін да. Келеді менен де түсіп кетем. Үйіне де бармаймын мен. Мен оған звондамаймын да атың мен мінейінші деп. Нахуй керек оған, мен білемін өйткені бәрі. Қойып пилоттар тәңге. Мен біреуге мен атына звондамаймын. Атыңды кел, мен мінем, отвечаю. Любой ат келеді, менен де түсем де кетемін. Мен ол ат үшін қайғырмаймын да, мен ол үшін переживать етпеймін да. Өйткені білемін ол маған дейін 45 адам мінген, менен кейін шеше 1040 адам тағы мінетін. Содан кейін мен ешкіммен доғырда түзбеймін. Ешкім атына мен саған гарантия мінем, атың беташарға мінем, өгіз өлдіге мінем деп ешкімге айтпаймын да. Мен өмірім тыныш. Біреуден бір тиын алмаймын, біреуден қарыз емеспін. Бұйырса салам, бұйырмаса самайым. Көңілім тоқ. Үйге барып, біреу звондап, бля, мен атым не мінбедің, мен саған үйттім ғой, мен саған ақша бердім, ешкім маған звондамайды. Ешкімге мен ақ болған нәрсем жоқ, ешкім дастархан жеген жоқпын, ешкімнің үйіне бармаймын да. Үміт бердім ғой, бұл міндім кетті. Міне беремін, берсе міне беремін, бермесе мінбеймін. Разницасы жоқ, берсе мінем атын, бермесе мінбеймін. Сөйтіп кете беремін. Оны нақыл нужен ол шеше. Біреудің атын мінесін, күйіп пысып үйретесін, көзі көрістесін, ертең басқа ағайын пайда болады. Неше ат өзің живой свидетельсің ғой, жұлдыз ишақ аты мен шығардым, анаған мынаған секіріп кетті. Байторнтта шығардым, өгіз өлділер салдым, талай беташар салдым, секіріп кетті анаған мынаған. Неше ат секіріп кетті сөйді. Гамлетті шауып жүрдім, ода секіріп кетті. Қанша аттар секіріп кетті ғой, бәрі. Жұлдызды 2 сезон ба? 2 сезон міндім, я. Или 3 сезон міндім ба? 14 жастарында ма, 13 жасында ма үйреттім ғой. Сол кезде. Миын кіргіз жердің ғой, қамыршын сабымен жағынан сабап. Сондай да, ол біреудің атына, мысалы, мінесің ғой, біреудің атын дәңгелді, ол біреудің атын сұрап алып да, мынада да, қара, мен сенің атың сұрап алдым да, берші деп. Мен сұрадым, сөйттім де, менің көңілімді қалдырмай сен бердің да, сен атын істеп тұр да, бірақ менің өзім атым бар да, ол сыртта ағам, әкем біреумен тұр да, сен атын көкпар тигізем да, мен анаған бастырам. Кімдікі берді еркек? Айтшы дәл осы жерде. Мен сенен сұрап алдым атыңды бер деп. Сен атың көкпар тигізем. Менің атым далада тұр. Додаға кіргізбей, жан қинамай, шетте тұр. Тигізем, ап шығамды, анаған бастырам. Көкеме, ағама, әкеме бастырам да, ол апарып салады. Пәленшенің аты салды, бірақ тигізген біреудің аты, Мырқымбайдың аты. Мырқымбай үйіне барып инсульт алады ғой ол. Шешең сізге 300 мың теңге, $600 салым тигізіп, 9 тигізіп бер жіберді. Дұрыс емес қой ол. Сол нәрселер мен көріп жүрмін да. Ойында бәрін көрді ғой. Ол дұрыс емес да. Дұрыс емес ол нақыл. Өлсең өліп кет нақыл, соны атымен салып бер. Тигізген атымен салып бер. Мен талайын көріп атым мен. Жоқ. Мен, бүгінгі емес, осы мен, осындай арамдық біраз уақыттан берге бадыр. Арамдық бар ғой, сауда, арамдық. Көкпар біреу тегізет, біреуге берілет, біреуін ат салат. Арамдық та бұл. Мысалы, бұл болмайды ол. Мен, мысалы, біреудің атын мініп алдым ба, мен өліп қалсам да, бермеуім керек, болмаса тастауым керек. Ол пидарас тұрсады конкретно. Мен ертең сен атың мініп алайын да, көкпар тегізен ана пас беріп жүрген. Қалай, болай ма, саған ұнай ма сол? Ұнай ма, айтшы, ұнайды десең, мен сенің пастен сөйтіп отырайын. Мінейін, көкпар тегізейін, ташаның атына мінгіз пас беріп жүрейін, бағарып салымдарын ала берсін өздері. Сен атыңа тек сөйтіп отырсам, қалай, нормальный ма? Нормальный емес, ол адам ұнамайды. Десең, сұлтан айтады, анадан біреудің пас ал, болмаса анаған пас бер.
Сен енді жындысың ба, мен оны сұрап жалынып ит болып алып қалай бересің оны? Жоқ, ол түсіретін. Инені өзіңе Түсіретін болған екен. жоқ, түсірсе түсіп қалсын. Сіз айттыңыз ғой сіз орта баста бір-бірімізге қарасаңыз көмектесеміз дедіңіз. Ол кезде мен бір ат мінім керек. Мен не үшін құлагерді анау мінсін дедім. Мен мынаны міндім. Не үшін? Өйткені қайсымызға тисе бірімізге лақтырамыз, сөйтіп жеткіземіз дедім. Ол жерде хозяин бір аттың екі ат мініп отырмын, түсіндің ба? Бұл жерде біреудің анау мәпелеп жазымен сігіліп тұрып баққан атымен Мағанасына біз ата меседі ғой. біз екеуміз бардық қой жерде. Анау құлагер тегізіп тарнадамен пас қылдым. Сөйтті де бақ берген мені иттік қылып қырға қарай жетектеді. Былайықтан мәре тұр, мені бияқ қарай жетектеді. Иттік қылды өрді. Кино қойды олар. Кино. Кәдімгі төбе қарай жетектеді. Ат адам, мәре орт бияқ айдасай десем, қарамайды. Атын ұрып кетеді, қырға айдады. Қырға апарды да тарадан жарты мәрден ашқан екен, қызыл свет жанды, сөйді өшті. Гөр. Өшті, арға жүрмей қойды. Төрт аяғын тіреп. Шаршады ғой, қырға қарай айдады да. Сөйден қарайсың ба дейді. Ол кино ол. Ешкім тартып атқан жоқ, былай айдамады, бияқ қарай айдады. Ишақтық пидараздық қылды ол. Таза пидараздық қылды, қырға қарай айдады. Немеге айдап еді, егер орап алды да, мен ойладым, жәрдем береді, мәреге айдайды ғой дегенім, қырға қарай жетеді. Кетті мен төбеге қарай подиумға. Подиумға апарды, аттың сілесін қатырды да, қарайсың ба дейді. Сөйтіп пәске қарай айдады. Сондай ишақтық бар да.